Міне біз танитын ата бабаларымыздың бәрі мұсылман болған елер. Кейбір қазір сондай бір өкінішке орай сондай бір арақ қу болып кеттіңдер. Біз өзіміздің жаңағыдай бір тәңір дінімізге қайтамыз дегендерге мынау үлкен дәлел мынау. Осы қара шаңырақтың тұруы. Міне осы жерде мына Ахмет Яссауи атамыздан бастап бүткіл осы асылдардың сүйектері осы жерде жатыр. Олар бәрі мұсылмандар еді. Біз олардан асып ешқайда бармаймыз. Біз солардың ұрпақтарымыз. Қазір шежіремізді былай алып баратын болса, қазір осы қазақ даласында жүрген әрбір қазақ жалғызымыз, ол не ол батырдың ұрпағы болып шығады, не бір би көсеннің ұрпағы ол, не бір ханның ұрпағы. Айналып келген кезде бәрі осы ұлы адамдардың ұрпақтары өзі шығады. Бұл деген сөз демек сол бабаларымыз сол дінге жанашыр болды. Сол діннің арқасында елді қорғады, жерді қорғады. Бұл жалпы дін ислам деген Алланың діні ғой. Бұл арабтың діні емес. Бұл белгілі бір ұлтқа түскен діні емес. Кім ла иляха иллалла Мұхаммад Расулалла деп шахада калима айтады. Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі екеніне, пайғамбар екеніне куәлік беремін деген адам бұл дінді қабылдаған есептелінеді. Соның діні бұл ислам діні. Енді мынау қарасаңыз болады, мынау жалпы сол заманда салынған сәулет өнері ана күмбезінде жазылып тұрған. Содан бері бұл өзінің әлі несін сапасын жоғалтқан жоқ. Бұны мынау ақсақ темір салғызған. Және сол маңдайында бұл әміршіміздің әмірі қияметке шейін жүріп тұрсын деген араб тілінде жазғызған сондай сөздер. Бұл жерде Алланың жаңағыдай есімдер жазылған, Құран аяттар жазылған. Сол заман, сол кездің өзінде. Бұл деген сөз, міне осының бәрі тарих сөйлеп тұр. Біздің бабаларымыз мұсылман дінінде болған. Әбілқайырдың атын өзі Әбіл Мәнсүр мысалға да. Бәрі сол исламнан алынған, сондай ұлағатты ұстаздардың аттарынан алып қойылған осы есімдердің баршасы. Бұл жерде аты аңызға айналған Бөгенбай батыр жатыр бұл жерде. Мынау көп жастар мынау кімді Қабанбайды көп айтады. Қабанбай атамыз әрине өте сондай теңдессіз батыр болған ғой негізінде заманында. Мамандардың берген дерек көздерінде жалпы сол бір неде 104 жекпе-жек өткізген дейді. Бір дерек көзінде 105 өткізген дейді. Жалпы 100-дің үстінде болған екен. Бірақ негізінде жекпе-жекте көп сан жағынан Бөгенбай екен. Сол Абылай ханның тікелей сол кісінің бұйрығымен сүйегін алғызып осы жерге жерлеген дейді тарих беттерінде. Енді сол аты аңызға айналған Бөгенбай бабамыз жатыр. Ол кісі жалпы сол өмірінің соңында сол ажал сағаты келіп, сол төсегінде сырқаттанып 97 жасында өмірден өткен. Расық сондай адам бабаларымыз міне сүйегі өзіміздің елде қара шаңырақ міне Түркістанда Ахмет Яссауи атамыздың кесенесінде жатыр. Тарихшылар айтады, бұны қазір шариғат тілімен айтатын болсақ, былайша айтқан кезде мына кесене ықыласпен соғылған екен. Енді шариғат тілімен айтатын болсақ, қайсы бір амал егер ықыласпен жасалынған болса, Алла оны сақтайды екен.